Ассалаумағалейкум жамағат. Аллахтың разылығы үшін намазға жығылғыңыз келіп жүрме? Әлде бастап кеттіңіз бе? Бірақ дәрет алудан қиналып жүрсіз бе? Олай болса сүннет бойынша дәрет алу туралы білгіңіз келсе видеоны аяғына дейін қараңыздар. Біздің каналымызға тіркеліңіздер. Лайк басыңыздар. Видеоны таратып, сауапқа кенеліңіздер. Намазға дәрет алмастан бұрын таза жерге отырып, дәрет алуға ниет етесіз. Бисмиллахир-рахманир-рахим, мейірімді, рахымды Алланың атымен бастаймын деп айтасыз. Қолды білекке дейін 3 рет жуасыз. Ауызға оң қолмен 3 рет су апарып шаясыз. Мұрынға оң қолмен 3 рет су апарып, сол қолмен тазалайсыз. Бетті 3 рет жуасыз. Бірінші оң қол, кейін сол қолды 3 рет білекке дейін жуасыз. Бастың 4-тен 1 бөлігіне су қолмен мәсіх тартасыз. Бас бармақпен құлақтың іші сыртын сулы қолмен сипайсыз. Оң аяқтан бастап саусақтарының арасын тобықтарымен бірге 3 мәрте жуасыз. Осылайша сол аяқты да жуасыз. Әсіресе өкше мен тобықтардың жуылуын мұқият қадағалау қажет. Дәретті толық алғаннан кейін қолдарыңызды жуасыз. Дәрет алып болғаннан кейін оқылатын дұғалар. Аллахумма ижални мина тәуәбина уә жални минәл мутатахирин. Мағынасы: уа, Алла тағала, мені тәубеге келушілер мен күнәдан пәк жандардың санатына қоса көр. Әшһәду әллә иләһә әлләллаху уахдаху лә шәрика ләху уә әшһәду әннә Мұхаммәдән ябдуху уә расулух. Мағынасы: Алладан басқа ешбір тәңір жоқ екендігіне куәлік беремін, және Мұхаммед оның құлы әрі елшісі екендігіне куәлік беремін. Алла тағала намаздарыңызды қабыл етсін. Ассалаумағалейкум уа рахматуллахи уа баракатух.